Ер азаматтың өтірігін үш жағдайда кешіруге болады. Өтірік айтпайтын жан жоқ шығар, бірақ оны әркім әрқалай пайдаланады. Бұл біреулер үшін амалсыздан туындаған қажеттілік болса, біреулер үшін негізгі мақсатқа жету амалы. Әрине, кішкентайымыздан өтіріктің дұрыс емес екенін құлаққа құйып өсіп келеміз, бірақ бәрі де бір кейде осындай қадамға барып қалып жатамыз. Ал оны кешіруге бола ма? Әсіресе ерлі-зайыптылар арасындағы өтірікті. Көп жылдар ерлі-зайыптылар арасындағы өтірікті айтуды сатқындыққа теңеп жатады, және оны ешқашан кешіруге болмайды деп санайды. Сүйікті жарыңның өтірік айтқанын білу оңайға соқпайтыны анық. Өтірік айтып алдаған жолдасын кешіре алмаған әйелдерді де сынауға болмас. Себебі кейбір жандар әйелінің кешірім алған соң түзеліп қорытынды шығарудың орнына керісінше бұрынғыдан да көп өтірік айтуға көшеді. Яғни қанша алдасам да кешіре алады деген ойға беріледі. Бірақ соған қарамастан өтірік айтқанды күйеуіңізді кешіру қажет себептері бар. Шындықты айту үшін сізге толықтай сенім білдіре алмаған жағдайда соңғы шешімді қабылдамай тұрып, жолдасыңыздың не үшін өтірік айтқанын себебін ойланып көріңіз. Менен жасырып қалды, өтірік айтты деген ойдан сәл алыстап, не үшін бұлай істегенін түсінуге тырысыңыз. Мүмкін жолдасыңыз шындықты айту үшін сізге толықтай сенім білдіре алмаған шығар. Әрине, ерлі-зайыптылар арасында толықтай сенім болуы қажет. Онсыз отбасының берекесі кетеді. Сондықтан мәселені жан-жақты қарастырып, осыған өз кінәңіздің де бар жоғын зерделеп көріңіз. Жолдасыңызбен арадағы сенімді арттыруға күш салыңыз. Шындық сіздің жаныңызды қатты жаралайтын болғандықтан өтірік айтқан жағдайда. Негізі тәтті өтіріктен ащы шындық жақсы деп жатамыз. Әрине бұл дұрыс, алайда кейбір жағдайларда шындық еңсеңді көтеріп тұра алмастай етіп тастайды. Сондықтан кейбір жандар сүйгенінің жанын жараламас бұрын өмір бойы шындықты білмейтін болады деген үмітпен өтірік айтады. Сондықтан бұл жағдайды өтірік айтты деп емес, менің жағдайымды ойлағаннан, қамқорлық танытқаннан деп қарастырып, жолдасыңызды өз алдына ақтап алғаныңыз дұрыс. Бірақ мұндайды өз пайдасына асыратын ер азаматтарда кездеседі. Сол себепті жолдасыңыздың қаншалықты жиі өтірік айтатынын, айтпайтынын, сізге деген қамқорлығына мән беріп, жақсылап ойланып барып, шешім шығару керек. Өз ісінен сабақ алсын деген оймен әдейі кешіргіңіз келмейді. Ашу, ыза, жолдасыңыздың өтірік айтқанын білген кездегі ең алғашқы көрініс беретін эмоция. Бұл алғашқы сәтте түсінікті және қалыпты жағдай. Себебі жарының өтірік айтқанын сатқындық деп санайтындар да жеткілікті. Сондықтан олар эмоциясын жасырып қала алмайды. Кейбір жандар жолдасын кешірсе де сыртқа білдірмеуі мүмкін. Себебі сол өтірік айтқаны үшін жақсылап сабақ берудің сәті деп ойлайды. Алайда мұндай қадамға барудың қажеті жоқ. Жұбайының жанына жүріп кешірімін ала алмаса, өзін кінәлі сезініп, бұл уақыт өте үлкен мәселе туғызуы мүмкін. Мысалы, жүйкесі сыр береді, ішкілікке салынады, тағы да басқа. Сондықтан кешірген жағдайда енді бұлай алдамау керек екенін түсіндіріп баса айтыңыз. Оның үстіне кешіре тұрып, оның сыртқа білдірмеу, ол да өтіріктің бір бөлігі. Яғни сіз де жолдасыңызға өтірік айтып алдап тұрсыз. Міне, кей жағдайларда өтірікті де кешіруге болады. Оның бәрі сатқындық емес. Егер жолдасыңыздың жиі өтірік айтатын әдеті пайда бола қалса, онда мынаған назар аударыңыз.
Сіздің ер азаматыңыз жай мен өтірікшіге айналып бара жатыр ма, немесе оның нағыз шынайы бет бейнесі ашылып жатыр ма? Құрметті менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары, мұндай өмірде жиі кездесетін оқиғалар туралы, кеңестер туралы сіздің ой пікіріңіз қандай? Егер әңгіме ұнаса, әңгіме туралы өзіңіздің пікіріңізді, алған әсеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетсеңіз деген өтінішім бар. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбегін шығатын әңгімемді жіберіп алмай отырасыз. Келесі менің арнамда кездескенше қош сау болыңыздар.